Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте әдемі әрі жұмсақ үрпілдек қызыл барқыт пирогын жасайтын боламын. Құрамы кілегей мен кілегейлі ірімшіктен тұратын, жегенде ауызда еритін өте дәмді пирог. Ендеше жасалу тәсілін соңына дейін қараңыздар. Пирогты дайындау үшін алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Одан кейін қантты қосып жақсылап миксерлейміз. Ағарып, көпіріп, көтерілгенше миксерлеу керек. Егер де миксер болмаса, венчик қолдануыңызға болады. Массамыз дайын. Одан кейін сұйық май қосамыз. Араластырамыз. Айран қосамыз. Менде қолдың айраны, дүкеннің айраны қолдансаңыздар болады. Ас содасы, қопсытқыш және шым тұз. Одан кейін бояғыш қосамыз. Менде топ декордың бояғышы, қызыл тұз. Кішкене қасықпен осылай толар-толмас алып қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде қызыл түс болу керек. Осылай қызыл түс болғанша араластырамыз. Ең соңында құрғақ заттарды қосамыз. Алдымен какаоны електен өткіземіз. Одан кейін ұнды да електен өткізіп барлығын қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ең соңында осылай массамызды дайындап жатқан кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоюымыз керек. Қызып тұрған пешке салатын боламыз. Міне осындай қою қызыл түсті массамыз дайын болды. Дайын болған массамызды осындай фольга төселген формаға саламыз. Диаметрі 24 сантиметр. Қызып тұрған пеште 160 немесе 170 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мен 160 градуста 25 минутта пісірдім. Таяқша құрғақ бисквит пісті. Енді формадан шешіп аламыз. Бисквитті салқындаған соң формадан босату керек. Осылай пышақтың көмегімен ақырындап жан-жағын босатамыз. Бисквит әбден суып болған соң мен осындай тарелканы қолданамын. Бетін кесіп алу үшін, дөңгелек етіп кесу үшін пышақтың ұшымен осылай кесіп аламын. Егер де дөңгелекті жақсы кессеңіздер, тарелка қолданбасаңыздар болады. Осылай әдемілеп пышақтың ұшымен кесіп аламыз. Одан кейін ортасын көпектап кесеміз. Пышақтың ұшымен пышақты түбіне жеткізбей кесіп болған соң бетіндегі корждарды вилканың көмегімен аламыз. Осылай бетіндегі корждарды алып болған соң артынан корждарды ұсақтап турап бетіне себетін боламыз. Көргендеріңіздей шетін қалдырып ортасын ойып алдық. Енді осы бисквитке крем дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен таразыға өлшеп аламыз. Алдымен творожный сыр керек 150 грамм. Менде творожный крем чиз. Одан кейін үстінен 50 грамм қант қосамыз. 1 грамм ештеңе етпейді. Екеуін алдымен біріктіріп миксерлейміз. Келесі үстінен 100 грамм сливке қосамыз, 33%.
барлығын жақсылап миксерлейміз. Плотный масса болғанша миксерлеу керек. Крем дайын. Осындай плотный болу керек. Енді жаңағы бисквиттің ортасына кремді бір тегіс етіп орналастырамыз. Бұл пирогтың дәмі өте керемет. Енді қонақ шақырған кезде қонақтар бірден жеп қоятынына сенімдімін. Басқа да пирогтармен мысалы түрлендіріп қоюыңызға болады. Енді жаңағы бетіндегі корждарды блендермен ұсақтаймыз. Егер де блендер болмаса, ет тартқышпен ұсақтасаңыз болады. Осылай ұсақтап алғаннан кейін бетіне, жаңағы дайын болған бисквиттің бетіне жақсылап себеміз. Осылай бетіне жайғастырып болған соң, ең соңында шетін осындай кокосовый стружкамен әсемдейміз. Осымен осындай әдемі қызыл барқыт пирогы дайын болды. Дәмі де, түсі де, түрі де өте керемет. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.